Әл-Фараби және музыкалық ноталар. Алғашқыда үйлеспейтін сияқты, я? Бұлардың бір-бірімен байланысы қандай? Қазір түсіндіріп беремін. Мен кітап оқығанды жақсы көремін. Көп оқимын, өте көп. Әртүрлі қалыңдықта, жанрда, форматта, тілде. Соңғы кезде қазақша кітаптарды көп оқып жүрмін. Әбіш Кекілбаевтан бастадым, Оралхан Бөкейдің Мұстауымен қостадым. Есенберлиннің жинақтарын оқып болған соң, Мұхтар Әуезов арқылы Абаймен тереңірек танысып, халық ауыз әдебиетімен сусындадым. Ары қарай орта ғасырдағы әдебиетке үңілдім. Дәл осы кезде мен өзіме Әл-Фарабиді аштым. Барлық еңбектерін оқып шықтым. Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат, кемеңгерлік меруерті, ізгі қала тұрғындарының көзқарасы, мәселелердің түп мазмұны, ғалымдардың шығуы, бақытқа жету, азаматтық саясат, музыканың ұлы кітабы. Дәл осы музыканың ұлы кітабы еңбегінде Әбу-Насыр Әл-Фараби ноталарды, олардың бір-бірімен ұйқасуын, гармония заңдарын, музыкалық аспаптар жайлы жазып кеткен екен. Көбірек кітап оқысаң, қызықты деректер алдыңнан іздемей-ақ табылар.